Индираға келер болсақ, ол Нұрбектің бірдеңе істей алатынына онша сенбейтін. Өйткені арада 1 жылдан көп уақыт өткен еді. Оның үстіне, сол кезде құтқарушылардың өзі бәрі бекер екенін айтып үміттендірмеген болатын. Бұған дейін қарапайым адамдардың ешқайсысы мұндай көмек ұсынбаған, ал бұл жолы тіпті супермаркеттер желісінің иесі де іздеуге кірісті. Индира ғажайыптарға сенбейтін, әсіресе кез келген тілегі орындалады деп уәде беретіндерге. Ал оның жалғыз арманы күйеуінің жанында болу еді. Қиындықтарын өзі көтеруге үйреніп қалғанымен, жұбайының мықты иығы артық болмас еді. Осы жайлы ойлайтын. Бірақ армандары орындалмайтынын да түсінді, күйеуі тірілмейді, және барлығы бұрынғыдай болмайды. Осы ойларынан кейін Индира Нұрбек Сардарұлынан жақсы жаңалық күтуді де қойды. Ол да үнемі үміттендірмейтін. Индира хабарласқанда әр жолы іздеп жүрмін, сабыр етіңіз деп қоятын. Оны да түсінуге болар, ол елдегі барлық қаза тапқан адамдардың базасын білген жоқ. Бірақ Индира күте алмады. Жүрегімен уақытты кері айналдырғысы келді. Осылайша 1 апта, 2 апта өтті, ал Нұрбек Сардарұлы ешқандай ақпарат бермеді. Сол сәттен бастап Индира мүлде күтпеуге шешім қабылдады. Ал бұл уақытта детектив ғалым ақпарат іздеп бар мүмкіндігін салды. Барлық таныстарын іске қосып, керек адамдарды аяғынан тік тұрғызды, тіпті тарих дөңгелегін кері айналдырғандай болды. Ол үнемі Нұрбек Сардарұлына есеп беріп отырды. Ол қоңырау шалған сайын детектив ғалым, Нұреке, біраз алға жылжыдым. Жақында бәрі өз орнына келеді дейтін. Бұл Нұрбектің оның детектив ретіндегі қабілетіне сенуіне жеткілікті еді. Сөйтіп детектив ғалым іздеуді жалғастырып, көп ұзамай нәтижеге жетті. Ол осы істегі жетіспейтін буынды тауып алып, жаны қысылған адамның сабанға жармасқанындай жабысты. Сол күні Индира үйде болатын, демалыс еді. Балалармен бірге пайдалы уақыт өткізбек болған. Бірақ кенет есік қағылды. Қонақ күтпеген Индира таңғалып есік ашуға барды. Келесі сәтте оның жүзін үрей биледі, табалдырықта күйеуі Қайрат тұр еді. Өзі қатты жүдеп бозарып кеткен, маңдайында қып-қызыл тыртық. Сүйген жарын көрген қуаныштан Индира жылап жіберді, балалар да жүгіріп келді. Бірер минуттан соң дәліз у-шуға толды, қуаныш, айқай, таңданыс. Тіпті бүкіл баспалдақ алаңын жаңғыртты. Қайраттың артында Нұрбек Сардарұлы тұрған, жүзінде жылы жымиыс. Бұл іс оның көмегінсіз болмайтыны анық еді. Индира бекер күмәнданып та, ол өзіне артылған үмітті толық ақтады. Қайрат үйге кірді, балалар оны айнала қоршап алған. 1 сағат бойы оны балалар құшақтап жылап жібермеді. Бірақ бәрінен де көп Индира жылады. Ол көз алдына сенбей, күйеуінің тірі тұрғанын көріп, өзін 2 рет шымшып та қойды, түс емес, бәрі шын. Қайрат онымен сөйлесуге тырысқанымен әзірге қиын болды, күйзеліспен толқу әлі кетпеген еді. Сол кезде Нұрбек дауыстап, енді кейбір жайттарды түсіндіретін уақыт келген сияқты. Сен қалай ойлайсың, Қайрат? Иә, уақыт келді. Өте көп нәрсе өтті деп басын изеді ол. Қайрат әуелі өзін құтқарған және іздеген барлық адамдарға алғыс айтты. Оқиға ол отбасысына қарай кетіп бара жатқан кеште болған. Отбасына тез жеткісі келіп, жүргізушіні асықтыра берген, ал ол барынша газды күшейте түскен. Алда ирек жол, қауіпті бұрылыстар болған. Солардың бірінде көлік тайып кетіп, жолдың шетіне шыққан, көлік инерцияның күшінен жар тереңіне құлап түсті. Айғайлауға да үлгермеді, жылдамдық соққыны шектен тыс қатты етті. Қайрат басын тасқа ұрып, есінен танып қалды да, өзеннің қатты ағысымен ұзақ уақыт бойы төмен қарай қалқып жүрді. Егер жолы болмағанда, не тұншығып қалар еді, не жыртқыштың жемі болар еді. Бірақ тағдыр оған тағы бір мүмкіндік сыйлады. Орман ішінде балық аулап күн көретін кезбелер оны тауып алды. Алғашында судан шыққан денені өлген шығар деп ойлаған. Бірақ жағаға шығарып қарағанда дем алып жатыр, тек ес-түссіз. Олар Қайратты өздерінің ескі күркесіне алып барып, жанын бағып, жарасын таңуға кірісті. 1 ай бойы Қайрат сандырақтап жатты. Біреулерді шақырып, белгісіз сөздерді сыбырлайтын. Бірақ не айтқысы келгенін ешімсіз. Кей сәтте көзін ашып қайтадан әмеңгердей талып қалатын. Соған қарамастан кезбелер оны тастамады, күн-түн десең тасынан шықпады.
Есін жия бастаған шақта ол өзінің өткен өмірінен ештеңені еске түсіре алмады. Оқиғаларды байланыстырып, уақытты түгендегісі келді, бірақ санасының әр бөлшегі тұманға жұтылғандай. Ызадан өз-өзіне қол салмақта болды, алайда кезбелер дер кезінде тоқтатты. Өз атында ұмытқан. Олар оны уақытша Бағлан деп атай берді. Қайрат оған көнді. Күнделікті тіршіліктеріне көмектесе бастады, балық аулады, азық іздеді. Күркеде қарап жату қолынан келмеді, тірі қалғанына өзі де таң үміт отын өшірмей, өткенін еске түсіргісі келді. Бұл жер оның мекені емес екенін жүрегі сезетін. Уақыт өте берді, бірақ жады сол күйі ашылмады. Ақыры полицияға баруға бел буды. Алайда құжаты жоқ, апат кезінде жоғалған болуы әбден мүмкін. Сондықтан өз тұлғасын дәлелдеу мүмкін емес еді. Өзін тыңдар, түсінер жан іздеп полицияға барған. Бірақ олар күліп қарады, күнде көретін қаңғыбастардың бірі деп ойлаған. Көмек ала алмаған соң, Қайрат күркеге күйзеліспен оралды. Жоғалып кеткім келеді деген ойда мазалады, алайда кезбелер тағы да тоқтатты, сабасына түсірді. Бірақ көп ұзамай күтпеген жерден көмек келді. Оны іздеп жүрген адамдар табылып, өткен өмірінен нақты деректер айтты. Қайрат бір сағат бойы өзі ұмытқан тағдырының әр үзігін үнсіз тыңдады. Кейін іске детектив кірісті. Ғалым бәрін түсіндіріп, алдымен реабилитациядан өту керегін айтты, жадын қалыпқа келтіріп, денсаулығын түзеу үшін. Іздеу нәтижесін ести сала, Нұрбек Сардарұлы оның емін өз мойнына алып, клиникаға бірінші болып келді. Қалғалай? Деді ол. Жақсымын, бірақ басым айнала береді, деді Қайрат сыбырлай. Бұл қалыпты жағдай. Өтіп кетеді. Ең бастысы, күш жина, деді Нұрбек. Шынымен көмектесеме? Әрине, мұнда облыстың ең мықты дәрігерлері жұмыс істейді деп палатаға көз жүгіртіп, оған сауығып кетуін тіледі. Клиникада оған амнезия салдарымен күресуге көмектесті. Уақыт өте оның жады оянып, өмірінің жоғалған беттері қайта ашыла бастады. Әйелі мен 4 баласы бар екенін білген сәтте Қайраттың жанары жасқа толды. Нұрбек Сардарұлы тағы бір келгенде Леонид толқыған даусымен айтты. Білесіз бе, отбасың бар екенін білу, сөзбен жеткізе алмайтын бақыт екен. Дұрыс, олар сені сағынып күтумен отыр, деді Нұрбек. Терапия тезірек аяқталса екен, үйге қайтқым келеді. Аз қалды. Сабыр ет. Көп ұзамай оны ауруханадан шығарып, Қайрат қуаныштан емханадан дерлік жүгіріп шықты. Ал Нұрбек оны өз үйіне алып келді. Нұрбек Сардарұлы Қайратты толық қалпына келтіру үшін оған ең алдымен жаңа киімдер кигізді. Үйіне оралар алдында адамға лайық кейіпте болуы керек еді. Сөйтіп Қайрат өз пәтерінің есігін қайта ашты. Әлі жүдеп жадаған, өңі боп-боз. Қасында тұрған Индира күйеуінің бастан кешкендерін тыңдап болып, көз жасын тыя алмады. Мен сені тірідей жоқтап қойғанмын, деді Индира өксіп. Кешір, жаным. Бірақ мұнда сенің еш кінәң жоқ, деді Қайрат оның қолын қысып. Ең әуелі Нұрбек Сардарұлына алғыс айтуымыз керек. Мені іздеткен осы кісі. Біз сізге өмір бойы қарыздармыз, деді Индира оған бұрылып. Бұл жақсылығыңызды ешқашан ұмытпаймыз. Қойыңыз, Индира, маған ешқандай қарыздың керегі жоқ, деді Нұрбек жұмсақ үнмен. Сіздердің отбасыңызға көмектесе алғанымның өзі мен үшін мәртебе. Мұның бәрі Құдайдың қалауы шығар, деді Индира тебіреніп. Осындай жомарт жүректі адамдар әлі бар екеніне сенбедім. Сол күннен бастап Нұрбек Сардарұлы бұл отбасының шын жанашырына айналды. Тағдыр тауқыметіне түскен жандарды тастап кету оған жат еді. Қайрат толық сауыққан соң, ол оны өз фирмасына экспедитор етіп жұмысқа алды. Сөйтіп Қайрат дүкендерді түрлі тауармен қамтамасыз етумен айналысты. Жаңа жұмысы оған қатты ұнады. Ең бастысы, ол адамдардың ортасына қалыпты өмірге қайта оралды. Ал Нұрбек Сардарұлы байқамай-ақ Индираның балалары үшін ең жақын адамға айналды. Ол үйге соншалық жиі келетін болды, тіпті бәрі оны туған аталарындай көретін. Әсіресе кенже қыз Нұрбек Сардарұлы табалдырықтан аттаса болды, бүкіл үй шуаққа толып кететін. Бірақ бір күні күтпеген жағдай болды. Нұрбек Сардарұлы ауырып қалып, оны жедел түрде клиникаға жатқызды. Өзі қарсыласып бақса да, дәрігерлер көндірді, бұрынғы тексерісте табылған ісік жайлы еске салды.
Денсаулығына алаңдап жүрген Нұрбек Сардарұлы ақыры келісім берді. Индира қатты уайымдап күн сайын келіп тұрды. Қайрат та атасын жалғыз қалдырмай, оның жанына күш берді. Бәрінің де көңілінде үміт қана бар еді. Алайда арада бірнеше күн өтпей жатып, Нұрбек Сардарұлының жағдайы күрт нашарлады. Дәрігерлер кеңесе келе қан құюдан басқа амал жоқ екенін айтты. Бірақ оның қаны өте сирек топқа жатады. Туыстарының ешқайсысы сәйкес келмеді. Санаулы минуттар ғана қалған. Дәл осы шақта күтпеген хабар жетті. Бір донор табылған. Бұл ақпарат Қайрат ем қабылдаған клиникадан келді. Нұрбек Сардарұлы әлденеге сенбей тұрғанымен келісімін берді. Дәрігер оның қаны Қайраттың қанына генетикалық жағынан өте жақын екенін айтты. Бұл тіпті ақылға қонбайтындай еді. Сондықтан операция сәтті аяқталған соң, Нұрбек Сардарұлы дың сараптамасын жасауды талап етті. Барлық сынамалар зертханаға жіберілді. Нәтижесі дайын боламын дегенше Нұрбек Сардарұлы да біртіндеп сауығып, бұл жаңалықты Индира мен Қайратқа жеткізуге асықты. Сол күні олар клиникаға жетіп, бәрін өз көздерімен көріп құттықтады. Көріп тұрғандарыңыздай, медицина шынымен ғажайыптар жасайды деп дәрігерлерді мақтады Нұрбек Сардарұлы. Мен сізге көмектеседі деп айтқанмын ғой деп қуана басын изеді Индира. Ең бастысы, Қайратқа үлкен алғыс деп жалғастырды Нұрбек. Егер ол болмаса бәлкім, мен қазір сіздермен сөйлесе алмайтын болар ма едім. Айналайын, мен тек қанымды берген едім ғой деді Қайрат бір қалыпты. Міне, сол қан мені сақтап қалды деп Нұрбек Сардарұлы саусағын көтеріп жауап берді. Сол уақытта Нұрбек Сардарұлы Қайратқа дың сараптамасының жасалғанын әлі айтпады. Шындыққа көз жеткізбей тұрып, мұндай ақпаратты жариялай алмайтын еді. Дәрігерлердің арқасында ол күннен күнге жақсарып, енді шаршап, басы ауырып жүрмейтін болды. Бұрынғыдай қысым оны енді мазаламайтын. Ақыры нәтижелер келді. Нұрбек Сардарұлы қатты таң қалды, Қайрат оның ұлы болып шықты. Бірақ бұл қалайша мүмкін деп ойлады. Дастан жалғыз ұлы болатын Нұрбек Сардарұлы оның бәрін өз жанына сіңіріп өсірген еді. Күмәндерін сейілту үшін Нұрбек Сардарұлы тағы да детектив ғалымға жүгінді. Ол жаңа тергеу жүргізіп ашқан фактілерді тыңдаған Нұрбек Сардарұлы шошып кетті. Ол ауруханадан шығып Индира мен Қайраттың үйіне келді. Дастархан жайып, балалар шуылдап оны күтіп алды. Өтінемін, залға келіңіздер деді Нұрбек Сардарұлы, сіздерге айтар өте маңызды әңгіме бар. Ол не, сізді толық емдемей қалды ма? Деп алаңдады Индира. Жоқ, бәрі дұрыс деп басын изеді. Дәрігерлер керемет жұмыс істеді, мені тіпті бұрынғыдан да жақсы қалпыма тұрғызды. Бірақ мен басқа жаңалық жеткізгісі келдім. Біз мұқият тыңдап тұрмыз деді Қайрат. Қалай айтуға болатынын білмеймін деп сөзін қысқартып қалды Нұрбек Сардарұлы. Бірақ сен менің ұлымсың, Қайрат орындықтан атып түсердей болды. Басы терден сіңіп, беті қызарып, көздері дөңгелейіп кетті. Индира да таңырқап көзін ашып қарады, мұндайды күтпеген еді. Сенімділікпен айта алмаймын, бұл қалай болуы мүмкін, деді таңырқап Қайрат. Мен де алғашында сенбедім деп жауап берді Нұрбек. Содан соң барлық құжаттарды қайта оқып, шын екенін түсіндім. Ол Қайратқа дың сараптамасының нәтижелерін тапсырды. Қайрат абайлап оқып шығып, шашынан сипап қойды. Әрине, бұл шынымен де таңғалатын жаңалық деді ол біраз таңданысынан соң. Кешіріңдер, бірақ маған дың сараптамасын жасауға тура келді деді Нұрбек. Донор табылған соң, оның қаны менің қаныммен өте ұқсас екенін айтты. Алғашында сенбедім. Дәрігерлер дәлелдер көрсетті. Процедура аяқталған соң мен зертханаға бардым. Кешіріңіз, бірақ мен әлі де түсіне алмай отырмын. Бұл қалай болуы мүмкін? Деді Индира. Мұны жақын арада анықтаймыз деді Нұрбек Сардарұлы. Мен детективімізге ұлымның туған кезіне қатысты барлық ақпаратты жинауды тапсырдым. Бірнеше сағаттан кейін есік қайта қақты. Бұл детектив ғалым еді. Қайырлы күн, деп барлығын қуана қарсы алып ақпарат беруді бастады.
Ашылған деректерге қарағанда, Нұрбек Сардарұлының әйелі жатқан перинаталдық клиникада өрт шыққан екен. Бұл уақытта командировкадан оралған Нұрбек Сардарұлына әйелі аман есен, ұлы туылғанын қуанышты хабар етіп жеткізді. Алайда сол кезде ешкім балалардың араласып кеткенін ойлап та көрмеген еді. Өрттің туындаған дүрбелеңінде медициналық персоналдың салғырттығы кесірінен барлық балалар бір бөлмеге орналастырылды. Сол кезде Нұрбек Сардарұлының ұлы мен басқа бір баланың белгілері жоғалып кетіпті. Сөйтіп, өрт сөндірілгеннен кейін балалар өз орындарына қайтарылды. Бірақ орындары ауысқан. Бизнесменнің әйелі бөтен баланы алған болатын. Детектив ғалым әңгімесін аяқтап, ризашылықпен тыңдап отырған көрермендерге қарады. Алғашқы 2 минут бойы ешкімнің де бет әлпеті өзгермеді, әсіресе Нұрбек Сардарұлы күкі, бірақ кейін оның сезімін сөзбен жеткізу мүмкін емес еді. Демек, мен бүкіл өмірімді бөтен баланы өсіруге арнадым ба? Деп таңырқап сұрады ол. Иә, деді детектив ғалым мұңға толы дауыспен. Бірақ мен мұнда ешқандай қате көрмедім. Ең бастысы, сен оны өз ұлың деп санадың. Бұл дұрыс деп келісіп қойды Нұрбек Сардарұлы. Бірақ мұны қабылдаумен әлі де. Сен оған бүкіл махаббатыңды арнадың деп Индира қосылды. Ол сенің бұл қамқорлығыңа шын риза болды. Демек, Қайрат менің жалғыз ұлым екен ғой деп түйіндеді Нұрбек Сардарұлы. Ал мен ол туралы ештеңе білмеппін. Сенің кінәң жоқ, деді детектив оны жұбатып. Ең дұрысы, енді сен алған бақытты ойла. Егер маған ұлың табылды десе, мен аспанға секірер едім. Мен шынымен қуаныштымын, деді Нұрбек. Тек қазір әлі де біраз есеңгіреп тұрмын. Ештеңе, бәрі жақсы. Ең бастысы, бұл шындықты қабылдау деп түйіндеді ғалым, миссиям аяқталған сияқты. Кешіріңіз, мен кетуім керек. Үлкен рахмет, деді Индира, сіз біздің отбасымыз үшін көп нәрсе жасадыңыз. Мен өмір бойы сіз үшін дұға етемін, денсаулық пен бақыт тілеймін. Шын айтқанда, мұндайды күтпедім деп сәл ұялып қалды детектив ғалым, бірақ рахмет, Нұреке қажет болса, кез келген уақытта қоңырау шал. Нұрбек Сардарұлы басын изеді. Ал Индира қонақты шығарып салған соң, ол ақыры өзіне келіп, әкелік махаббатымен Қайратты құшақтады. Енді оның алдында өз ұлы тұр екені анық болды. Көзінен жас аққан қарт кісі оны жасыруға тырыспады. Қайрат та толқып кетті, өйткені соңғы уақытта өмірінде екінші рет ерекше оқиғаның куәсі болып отыр еді. Индира бәрін осы тарихи сәтті атап өтуге шақырды. Әкенің ұлымен қайта қосылуы назарсыз қалмауы мүмкін емес еді. Нұрбек Сардарұлы олардың үйінде түн еді, балалар бөлмесінде жатты. Бірақ оған дейін 1 сағат бойы немерелеріне ертегілер айтып берді. Енді олардың туған атасы, қонақ емес, және барлық махаббатын оларға сыйлай алды. Келесі күні ол бәрін қаладан тыс өз үлкен үйіне апарды. Сол жерде ол қалалық шу мен шулы өмірден демалып, бейбіт тыныштықта уақыт өткізетін еді. Олар қала сыртына бірнеше күнге шықты, демалып әңгімелесіп бірге көңіл көтерді. Нұрбек Сардарұлы Қайратты бизнес серіктесі етуге шешім қабылдады. Уақытты бос өткізбес үшін әлі тірі кезінде оны тездетілген экономикалық курстарға жіберді. Басында Қайрат қарсы болды, бірақ әйелінің қысымынан кейін келісті. Сонымен қатар бұл оған жақсы мүмкіндіктер әкелетін болды. Мен мәңгілік емеспін деп мойындады бірде Нұрбек. Бизнесімді беретін ешкім жоқ. Мен ойлағанымдай, мен қайтқаннан кейін бизнес құлдырап кетеді. Неге бұлай ойлайсың? Бәрі жақсы емес пе, деді Қайрат. Бұлай көрінгенімен деп қолын сермеді Нұрбек. Шындығында мен бір аяғыммен өлі түнеде тұрмын. Дастан мен Айсәуле мені күтуде, әр түн түсінде көріп жүрмін. Жақсы, әке, түсіндім. Мен бизнес сырларын түсінуге тырысамын. Сен маған уәде бер, бұл сөздерді ойыңнан шығарып таста, деді Қайрат. Курстарда ол бар ақпаратты бойына сіңіріп, мұқият жазып алып, дағдыларын дамытты. Кейін ешкімнің көмегі болмайтынын түсінді. Қайрат өзі ақ кез келген қиындыққа дайын болды.
Нұрбек Сардарұлы немерелерін де назардан тыс қалдырмады. Оларға ең қолайлы, жайлы жағдай жасады. Индираға ол бірде немерелерді қалай көргісі келетінін айтқан болатын. Дастан мүмкіндік бермеген, ал Қайрат бірден 4 немере сыйлады. Нұрбек Сардарұлы күнде олармен кездесіп, барлық қамқорлығын бөлді. Кейін оларды қала сыртына, таза ауаға апарды. Ол барлық мүлкін оларға қалдыратынын білдірді. Қайрат бизнеске толық кірісіп басқаруды өзіне алды. Уақыт өте келе, Нұрбек Сардарұлының супермаркеттер желісі қалада көшбасшы орынға көтерілді. Оның аты облысқа, тіпті қалалық деңгейге жетті. Бұл инвесторларды тартып бүкіл отбасы назарда болды. Қиындықтар басылғанда Қайрат әйелі Индираға мойындады. Есімді жинау осындай нәтижелерге апаратынын ойламаппын. Мен де ойламаппын, біздің өміріміз осылай өзгеретін, деді Индира. Нұрбек Сардарұлы толығымен немерелеріне көңіл бөлді, қала сыртындағы үйге көшіп, барлық бос уақытын оларға арнады. Балалар әкесінің әңгімелерін тыңдағанды жақсы көрді, өйткені ол қызықты өмірлік оқиғаларды айтып беретін.